Қалайсыңдар қыздар, қалай жағдайларың, жақсысыңдар ма? Не істеп жатсыңдар ана ой қасқа мам шығарып жіберші. Өлең жүрек ауырады, бірақ жүрегімді үйреніп қалғанша қасқа мен проблемамды естіп қырылып отырмыз, қырылып осы тұрғанда шашып біттім. Берекесі жоқ үйдің, берекесі жоқ. Қасқай күнде ішеді, неге ішетінін білмеймін. Ғалымжан бар емес пе? Ішпесе одан жақсы адам жоқ. Қасқа ішсе мазаны алады, неге ішетінін түсінбеймін. Бүгін тағы азанмен қырылдық. Өзіңе қарамайсың, бытышып кеткенсің, бір ішір бір дейді. Қасқа картошка сатамын, базарда жүремін азаннан кешке дейін. Несін қайым дедім. Сүтінде салонға барып кешке шашымды бояп түнімен плойкаларында қолым маникюр істеп боянып сөйтіп шыққанмын қазанда. Апарып тастауға мені машинаға күтіп отыр ғой. Қарап қалып, не тұрмын дейді ғой. Базарға шықтым дедім. Қайыққа шықтым дейді. Базарға дедім. Базарға картошка сатуға, овощ сатуға, әдем болып тұрайын шығайын. Әдем болып тұрайын деген. О, фейфа, кетті ғой. Сен картошка сатуға баратсың ба? Неге баратсың? Мынау не? Өзіңді көрсетемей жүрсің ба дейді. Қасқа, не істеймін дедім, не істеймін. Біресе өзіңді түсіріп кеткенсің, әдемісің бір дейсің. Әдем болсам, біреуге көрінемей жүрсің. Сен кімің бар деп шығасың. Ішіңді сылтауыма сондай ғой. Қасқа, білмеймін. Қалайсыңдар қыздар, қалай жағдайларың? Жақсысыңдар ма? Зәмза, ол өзгеру деген басталып шашты беріп помада жағу емес қой. Өзгеру деп оны айтпайды ғой. Өзіңді өзгерсе, ішкі жан дүниеңді өзгерт. Ана миыңды тазарт. Қалайсың, қалай жағдайларың қыздар, қалай Зәмза? Я шығып тастадым мамамды. Сенікі хоть ішеді ғой, ішеді дейсің. Білмеймін. Ерлан ішпейді, шекпейді. Уақытында бар, уақытында келеді жұмыстан. Бірақ білмеймін, сол қорқамын, құмар ойынға кіріп кеттім деп. Енді дәлелім жоқ, бірден кете алмаймын. Қарыз алдыра береді маған, алдыра береді. Өзің неғып алмайсың десем, нең бар деп ашуланып кететін болыпты, бұрын жауап беретін еді. Білмеймін, сол бірдеңеге кіріп кетті-ау деп ойлаймын. Кредит көп, мамаға, папаға айтпа дейді, ата-енеме айттырмайды. Айтайын десем, білмеймін, араласқым келмейді. Ортада қандай сенімді жоғалтып алам ба, Ерланға көңілдері суып қала ма деп қорқам, айтайын деп. Айтпайын десем, тағы болмайды. Мен де не істерімді білмей отырмын қыздар. Уже мен айлығымды соған ұстап қалып жатырмын. Енемнен ұялып кетемші, ойлайды шығар ойбай ағай, төркініне тасып жатырмын, ақшасы қайықта деп. Қайықтан білсін Ерланның артын жауып жүргенімді. Кредитке, қарызға батып қалдық ше. Бірдеңе ойнайды-ау, білмеймін. Қалай ұстарымды білмей отырмын. Телефон аңдуға білмеймін, ұша бермейді. Не істерімді білмей отырмын менде қыздар. Бұл сезім сондай ғой, енді қайтесің, қысқай, ажырасайын десең қинайсың өзін. Ана енелік деген тағы бар. Ажыраспайын десең жүйкең мынау. Негативті көресіңдер, жан жақты. Негатив мусорды жинап аласыңдар, неларыңа. Сосын сөйтіп жүресіңдер. Өмірлері мусор болып. Не қылған бітпейтін жыр осы сендердікі, Ой, қасқа енді бір негатив жинап алды деп көрген баққаным сол ғой, енді айналамыз сол ғой. Базарда бір не көреді дейсің? Сен сияқты боламаймыз енді. Ләйлә қош, ойбой, енді сен күштісің ғой енді. Сәкендей күйеу қайда ондай боламаймыз енді. Не көрейік енді, не көрейік, кімді тыңдай қал. Айтшы, сенің айтқаныңды осы істейін, сенің жолыңмен жүрейін. Не істейін? Айтшы. Сендер былай қылыңдаршы қыздар. Мен қазір номерін жіберемін. Ана Гаухар Заманхан деген келіншек бар. Бәрін сауатты түрде түсіндіреді, соған қатысыңдар, қалмай. Таңғы 5-те тұрасыңдар. Ләйлә, мен өйтіп, азанды кімнен уақытым жоқ 5-те тұруға. Бала шағаның түні мен не қыламын, азанда ерте тұрып сабақ садикке барам. Таң атпай тұра алмаймын ғой, мен қандай марафон көмектесем, күшті ма? Кім деген дейсің? Гаухар дейсің ба? Гаухар Заманхан дейсің ба? Қысқа қатысам, қатысайыншы. Қош, 4 болсын, 5 болсын, таң айналайын, ақыл. Соғырын, ұйықтамаймын. Ғалымжанның концертін көремін ғой мен. Таңға дейін ұйқы жоқ, 5-ің еруында. Онда кезде уақыт болмай қалады ғой. Ұтыстар бар ғой, сыйлық ше, Меккеге сыйлық. Басты сыйлық миллион бар, тақ қосымша ұтыстары бар. Аллахтың 99 есімін қосымша айтсан сыйлықтары береді. Сыйлықтар бар дейм, сыйлықтар бар ма? Күшті сияқты ғой, Гаухар Заманхан дейсің ба? Телефонын бер, хабарлассам мен. Қойш, ерте тұрам болды, құрсы ғой, отбасымды сақтап қалайын. Ерте тұрам, соғырлым, ата-енем ана намазға тұрған кезде тұрам ғой, шай берем. Білмеймін, жақсы екен ғой мынау, я. Таңғы ризық, таңғы несібе деген марафоны жүріп жатыр. Соған қатысыңдар, сауатты түрде бәрін сендерге түсіндіріп айтады. Күніге таңертең Гаухармен бірге сағат 5-те тұрып, соны бастаңдар, істеңдер соны. Өздеріңді жылап еңіреп отыра бермей, отбасыларын сақтап қаларың келсе, өздерің дұрыс боларын келсеңдер. Құрметті ханымдар, таңғы ризық марафонның менеджер номерлерін жаттап алыңыздар. Басқа номерге ақша аударушы болмаңыздар. Тек қана осы менеджерлер жіберген кезде ғана аударасыздар.